Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Гүлназ. Бүгін кеспе қосылған сиыр етінің сорпасын дайындаймыз. Сорпамызға қажетті заттарды төменге описание бөліміне жазып кететін боламын. Міне сорпамыз өте мөлдір және де жасау жолы өте оңай. Алдымен пешімізге су толы кастрюлемізді қойып, үстіне етімізді саламыз да бір қайнатып аламыз. Орташа отта болғаны дұрыс. Сорпамыз қайнап жатыр. Бетіндегі көпігін алып, астын кішкене байлатамыз. Одан кейін қақпағын жауып, тағы бір жарты сағаттан кейін бетінің жақсылап көпігін алып, үстіне тұзын салдым. Одан кейін жарты пиязымызды салып жібердім. Сорпамызды одан сайын мөлдірете түседі. Енді қажетті көкөністерімізді дайындай бастаймыз. Алдымен осындай сәбізді мен осылай 4 бөлікке бөлдім. Кішкентай балдар болғансын, ыңғайлы болсын деп. Одан кейін картошкамызды да дәл сондай формада етіп турап шығамыз. Одан кейін қызанағымызды және бұрышымызды ірі етіп турап дайындап қойдым. Етіміз 2 сағаттай пісіп шықты. Оны алып, ішіндегі пияздарымызды да бәрін жинап алып тастаймыз. Одан кейін сорпасының дәмін қарасаңыздар болады. Менікі тұзы жеткілікті болды. Одан кейін осылай сәбізімізді саламыз. 15 минут өткен соң бұрышымызды, картопымызды және қызанағымызды барлығын салып жібереміз. Көкөністеріміз пісе келген кезде осылай кеспемізді саламыз. Мен дайын түрін салдым. Сіздер қолдан ысып салсаңыздар да болады. Үстіне туралған етімізді де барлығын салып, жақсылап араластырып, бір 10 минуттай пісіріп аламыз. Міне сорпамыз дайын болды. Соңына дейін көріп, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Мені қолдап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.